Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылып отқан медицина қызметкері арасындағы ашық турнир Аманат партиясының ұйымдастыруымен өтіп жатыр. Бүгін жалпы шараға 8 топ команда келді. Қаратөбе, Жаңғала ауданы ауруханасы, Бәйтерек аудандық ауруханасы, Тасқала аудандық ауруханасы, және де 1-ші қалалық емхана, 5-ші қалалық емхана, облыстық көпбейінді балалар емханасы, және де бізде жедел жәрдем. Осы командалар бүгін қатысып отыр. Енді 2 группаға бөлініп, жарыстың барысы басталып кетті. Осы алдағы командаларға сәттілік тілейміз. Осындай алдағы уақытта денсаулықты нығайту мақсатында, достық қарым-қатынасын нығайту мақсатында осындай жарыс өткізіліп тұр. Бүгін 1-ші рет. Енді алдағы уақытта біздер осы жарысты ары қарай қолға алсақ па деген ниеттеміз. Осындай Аманат партиясы бізді қолдағанына көп рахмет айтамыз.